place. Сәлеметсіздер ме әжелер? Әжелер. One more. Сәлеметсіз бе әжелер? Сәлеметсіз бе әжелер. Take a seat, please. Yeah, Amanda. Am I sitting like this or like that? Doesn't matter. It's called Maldas. This kind of sitting. Okay. Called Maldas. You can see like this, but traditionally our girls, Kazakh girls sit like this. Okay. Yeah. Am I a Kazakh girl or a Kazakh woman? Like this, yeah. Okay. Мен Амандаға айтып жатыр, енді әдетте қазақтың салтында қыздар малдас құрып отырмайды деп айтып жатыр. Сондықтан осылай отыр деп айтып жатыр. Сондықтан мінекей біз бүгін әжелерге қонаққа келіп отырмыз. Әжелеріміз енді осы мына Тасқала ауданында тұрады. Мына жерде құрақ көрпе, мына жерде мінекей жүннен түрлі бұйымдарды тоқумен айналысып жатқан, жүнді сабап, одан тоқыма жасап, мінекей халықтың қол өнерін дамытып жатқан әжелерге қонаққа келіп отырмыз Амандамен. Today we are guests of our әжелер. They are knitting, they have a device like this, making a thread from sheep's fur, as you see. And it's just our traditional culture of making some things from sheep's fur. And this called is orshuk. This device is called orshuk. This device for making thread. As you see, fur turn into thread. Knitting from this thread, all the process from one room. It's amazing. Айтып жатырмын ғой, мынау енді көктемде қырқылған жүннен тоқылып жатыр. Ал мынау күзгі қырқылған жүн. Осыдан киіз басады. Оның айырмашылығы көктемгісі ұзын болады. Taller. Ал әжелер, енді сіздерге қонаққа келіп отырмыз. Өздеріңізді таныстырып қойыңыздар. Let me introduce our әжелер. You first. My name is Kulmuratova Kalampur. And your turn. My name is Polatova Aimsetrna. And what's your name? My name is Nurjayna. Nurjayna. What's your name? My name is Orungul Toqbayeva. My name is Ramzakova Guljan Asılbekovna. Guljan Asılbekov, өте қуаныштымыз. Өнер қыздары үйретеміз. Шебер қол болса, құлақ болса, үйренетін қыздар болса үйретеміз. Жалпы. Осылай сабаймыз, әдем болады бұл жұмса. Оны шидің үстіне жайып, қайнаған суды құйып, киіз жасаймыз, айналдырып басып. Әдемі төсек киіз болады сосын, текемек. This process is beating fur for making felt. Okay. Felt is key. So why do they beat it? It's more, how to say, compressive. Okay, to compress it. To compress fur for making felt. Okay. Cardigan. Филини сеткамен тоқылған бойын. Әлі интернет түспейміз ғой енді. Сондай кардиган түспер. Финетки. Қолдарға қандай жақсы жылы, таза, табиғи, экологический таптырмайтын бұйымдар ғой. All things from this fur. Жилетті, екінші класс қолдарға. Түймесіне өзіне тоққан. И мына пончо. Қыздар 5-ші
4-5 класс қыздар келді. Үздік деген жүре береді бұны. Мына жері жылы, жауырлы жылы, жылы жүреді. Very warm for chess. Very warm for girls. Right. For girls, yeah. Very warm. No, it's beautiful. Ал әже, сіз өз ұршық туралы айтып кетіңіз. Көктемгі жүннен жуып, түтіп, содан шүйке жасап алып, осында ұршықты иіреміз. Иірілген жіптен түрлі-түрлі анадай тоқыма тоқимыз, алаша тоқимыз. Мындай балдарға мындай аяғына дейтін мынадай нелер тоқимыз. Мына бір шәйнектің астына қойатын заттар не? Шәйнектің астына қоятын мынадай заттарды тоқып, немерелерге үйретіп жатырған жағдайымыз бар. Жіптен барлық қанша жыл болды осымен айналысып жүргеніңіз? Біз 9 жасымыздан бастап бізге ұршық үйретті, шешеміз. Содан 10-11 жасымызда біздерге өрмек құрып беретін еді. Өрмекті көршінің қыздарымен жарыса тоқитын едік. Сол кім болады деп озып, ұйқыны қойып, таңертең ерте тұрып, сол тоқып, кім бұрын болғайды, пәленкесінің қызы солай екен деп айтпасын деп, сол бізді жарыстырып қоятын еді. Ата-анамызда содан бері келатырмыз, енді бері керек саябырсыды ғой барлық нәрсе, аналардың бәрі. She learned this when she was 9 years old. Oh, wow. Үйретіп көрсін. Oh, you want me to learn? Бұл енді ұршық. Мына ерінен бүйтіп ілдіресің, мына ілдіретіні бар. Мынаны бармаңа ілдіресің, кішкентай бармаңа. Like this? Okay, so like this. And then, if I was watching correctly. Okay, and then like this. Yeah, солай. Yes. Үстіп иіреміз. Under? Біздер енді Одан кейін қалай істейді? Қолмен көрсетіңіз. Мынаны бүйтіп мына ерің аяңа дейсің. Oh. Okay. You guys know. Сіз бір көрсетіп қойсаңыз шалып. Бір көрсетіңіз бе? Just a second. This, It's a difficult process. No, I think I could learn. I could learn. Үйренсем бәрі талаптансам үйренуге болады екен дейді Аманда. I won't spin without my hand until I feel comfortable doing it, that I won't lose it. But no. Үйреніп қалсын деп атырмыз Сіз да? very good деп айтып қойсаңызшы. Very good. I don't think that's what she said, but okay. Дұрыстап айтыңыз. Үйрен дегенім ба, ол не дегенім? Өте мықты деген сөз. Very good дейм ба? Very good. Very good. Амандаға айтып жатырмын. Мына енді жүнді сабауды үйретеміз. Өзіңіздің кезегіңіз жүн сабап көріңіз деп. Ол айтады, ұршық үйреден гөрі мына жүн сабау кішкене оңайлау сияқты. Ол Аманда айтады, мен қазір бір ұнамай жүрген адамды көз алдыма келтірем да нақышына келтіріп әбден сабайын дейді. Соның біреуі күйеуім болуы мүмкін деп қалжыңдап қояды. Are you going to get me in trouble? Good. Yeah. How do you comment this, Amanda? I feel like I'm playing the drums. Playing what? Drums, you know. Drums, yeah. Дауылпаз ұрған сияқты ма дейді, барабан ұрған сияқты ма дейді. Барабан ұрған сияқты ма дейді. Оның да техникасы бар ғой, бұнда барда қалай болса басқыра бермейсіз. Қалауын қайсını көтеріп, ұшын көтеріп, ұрғанда ұшын көтересіз. Сіз көрсетіп қойыңыз қалай ұруды. Көрсетіп атырып па? Мінекей. Былай. Глай. Не қылмағасын былай аласын да, осылай.
Анаған ілінбейді де сол кезден анаған. No fur in air, on air. No. So how long will they do this with one Қанша уақыт pile? жасайсыз дейді осыны? Бір 15-20 минут көп үлкен болса, кішкентай болса одан аздау. Approximately 20 minutes. Okay. 20 minutes like this, yeah. As you see, it's a piece of materials sewn from different flaps. It's called Krakopé. Traditionally, it's for Kazakhs for sitting and sleeping as well. Okay. It's I guess it's a good sightseeing. You think? I think it's beautiful. I think it looks like it's the right size. And you said Krakopé? Krakopé. 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 Қозға үйрету керек қой, тоқту. You're going so fast. Жаңа беренгөт деп. Беренгөт дейтін бе едік? Не дейтін Yeah, едік? very good. Беренгөт. It's good that she's going fast? Yeah. Неғыл дегені беріңгөт деген, ә? Ой, білмеймін. Өте жақсы деген сөз. Мықты деген сияқты. Иә, солай ма? Күшті деп біздің немізде. Жарайсың деген сөз. Жарайсың. Маманда қызымыз жақсы екен. Сіз жай көрсетсеңіз қиындап Иә, жүр. ойбай. Тоқы How do you comment this process? So it's a little like crochet. Crochet is with one needle. And so I'm mentally telling myself, go around the back and then crochet. Қара Аманда. Аманда беренгөт дейін ба? Around the, go through around the back, wrap. Кішкене былай жайрақ істе, жайрақ. Okay. Non-stop. I don't want to mess it up. Okay. So here, here, through. Amanda understand No. everything. Қолыңды бер. Okay. Былай астына тастаймыз. Қолыңды She wants me to hold it differently. And then, біріншісін тоқымаймыз, еліп аламыз бұлай. you gotta pull it up. Біріншісін тоқым міне. Oh, Бұлай, мына because, жіпті, мына тесігінен бүйтіп, and then just through the one. енді екіншісі міне. Okay. Ой, бұл оңай емес қой міне. Бұлай өзің қолына ұстап көрсетіп жатырмын да. Ал тоқал. Ой, oh. Тоқал дейін. Here, Knitting. then Amanda around the knitting in back. Атырау, in Kazakhstan. I lost it. Амандаға міне қазақтың тоқымай өнерін үйретіп жатырмыз Атырауда. Қоғамдық бірлестіктің аты қалай еді? Қиуас қоғамдық бірлестігінің әжелері, Тасқаланың әжелері, Атыраудың әжелері, қазақтың әжелері міне Америкадан келген Амандаға Гүлжан әжесі үйретіп жатыр. Үйретіп жатырмыз. Аманда жаңа не зат еді, ізінде айтатыны? Very good. Аманда. Very slow. Amanda, very slow. Аманда өте жай тоқиды екен деп өзі айтып қояды. Енді қайда ол? Мастермен шәкіртті салыстыруға болмайды. Үйреніп жатыр әне. Жоқ, оқымы бар. Жоқ, бұл бана осыған ұқсайтын нені білем дейді. Оқымы бар. Бұл молодеціңіз, Макраме деген бар ғой, макраме. She's just gonna let me keep going until I'm done, and then she's. Соған ұқсайды екен, соны біледі екен макраме. Дұрыс. Сонымен біз бүгін Хиуас қоғамдық бірлестігінің әжелерін Америкадан келген Амандамен таныстырдық. Әжелері Амандаға жүн сабауды үйретті, тоқыманы үйретті, мінекей ұршық иіруді үйретті, құрақ көрпені көрсетті, және қазақтың оюларын осына көрпеге қалай жабыстыру керек екенін үйретті. Сондай мінекей рухани бір тәлімдік, шеберлік дәрісі
болды деп айтуға толық негіз бар. Our әжелер wants to give you gift, this one. Мына жерге әдемі брошек тағып алсын, соны айт. Түсіндір, е? Әдемі брошек тақсын. Вот. Тарт жағына шашын жинайық. Шашын, мына жерге брошек тағады әдемі күшті. Сосын не қылады ғой, парға қой кішкене не қылады, спрямляется сосын. Красивый. Beautiful да қойыңыз, beautiful. Beautiful? Thank you. Beautiful. Әдемі дегенсіз. Thank you. Спасибо. Мына жерге брошек тағып алсын. Ал енді дәл қазір Аманда екеуміз Хиуаз қоғамдық бірлестігінің әжелері дайындаған мерекелік дастархан, яғни наурыз көжеден дәм татпақпыз. Amanda, welcome to our дастархан. We gonna try Nauruz көже. It's a special soup of celebration of Nauruz, as you see. So, welcome. Tur, it's a very hospitable place for guests. Amanda, as you see, it's called Nauruz көже, nutritional rich soup that is cooked from 7 ingredients. First of all, meat, water, flour, butter, millet, salt and milk. Хиуаз қоғамдық бірлестігі әжелері дайындаған мына мерекелік дастарханнан ауыз тиейік деп отырмыз. Бүгін Аманда екеуміз мінекей наурыз көжеден дәм татып, бауырсақтан дәм татып, осындай керемет көңіл күйде отырмыз. So, Amanda, you can try наурыз көже. Okay. Ана бауырсақтарын наннан сындап кетеді. Бисмилла, мына. Ас атасы нан дейді ғой, наннан бұзыңдар айналайын. Нан. Нанды бұзып, қонақтарға. One hand, two hands? Содан кейін бауырсақ жей береді. Two hand. Okay. Наурыз құтты болсын. Енді мен мына наурыз көже туралы айтайын. Сен айттың ба бірақ? Айттым. Енді мына ұлттық тағамдарымыз бар ғой. Мынау жент, мынау балқаймақ, мынау құрт, мынау ірімшік, анау өрік, мейіз, тары, талқан, сондай дәрі. Ұлттықтағы мынау қаймағымыз, майды қоймаппыз бірақ. Анау ірімшігіміз, ана сүзбеміз анау. Мынау сүзбе. Ана ірімшіктен жеп қарасы құрттан. Ана сол сары ірімшік, анау құрт. Kort. This kort and this cheese. Okay. Salty. Yeah. And This cheese. salty, this not salty. Not salty. Yeah. Which one's your favorite? Sorry? Which one is your favorite? This? This one? Дәмін қара. Сосын бауырсақ жесін, жей берсін көрінген зат. Иә. Айтады ғой. Сүзбені не дейді? Сүзбені. Сүзбе деймін. Tворог? Творог дейді ғой, Творог. Cottage It's also cheese. Also cheese. We say cottage cheese. Cottage cheese. And where do I put this? Ана еп істейді ғой. Do I put it in here? It's a балқаймақ. Балқаймақ. Жент, бер жағынан. Балқаймақ. Жент. What is All milk products? So is this like a dessert, or do you eat it while you're eating? It's a dessert. Okay. So bauersak would have been the traditional sweet. Okay. Бауырсақ не дейді екен? Milk sweeties. Әр жер бауырсақ дейді ғой. Бауырсақ не It's interesting because in the US, I mean, besides ice cream, we don't really have a lot of milk sweets. Something like that. No, we don't have, no. I like this. It's good. Астан алып отыр деген ағылшын жасайшы. What? Аманда. Астан алып отырыңдар дегенде. Try that postage. Аманда. Трай. I tried. No. It's definitely salty. Salty, yeah.
Бізге бәріміз палуға солып жүрді. Арасында how are you деп қойыңыз. How are you? How are you? How are you? How are you? I am well, thank you. Тегін ағылшын келді ғой бізге. Қалың қалай деген сөз ғой. Yeah, how are you? How are you? Қанаттан How are you? How are you дейміз. How are you? How are you? Сіздің қалыңыз қалай дейді. Ne diyeyim жақсы келген. Very good, very good, very good. Very good. So what am I supposed to do with the tvark? Like, what do I do with it? Do you just like eat it like that? Just eat it. Just eat it? Суын айырған. Түсіндіріп айт. Travay, жент, балдаймақ. No, she wants me to eat. Okay. Cheese. Right, but I was going, you know, in the US we mix stuff with it to eat it. So that's what I was like, where do I, with sour cream? Yeah, with cream. Ал травай шай дейді ona, шай Аманда кешеңді бер. Аманда, шай. Чай? Шай, травай дейді. Спасибо. Берберсіз травай дейді. We mixed with the cream. This, yeah, with cream. Okay. Спасибо. Oldu, ürün Сен шай ме? Men şöyle. мен жаңағы Due to Amanda, our әжелер speaks English today. Мен айтып жатырмын, Аманданың арқасында әжелер бір жағынан тегін ағылшынша үйреніп жатыр. Very good деп қойсаңыз. You're doing a very good job, thank you. Бүгін Хиуас қоғамдық бірлестігінің әжелеріне қонаққа келдік. Мерекелік дастарханнан, наурыз көжеден ауыз тидік. Көп рахмет айтамыз. Енді хабарымыздың соңында Хиуас қоғамдық бірлестігінің әжелерінің батасын тыңдайық. Бата беріңіздер. Амандаға бата беріңіз. Amanda, as you know, bata means blessings from our grandmother or grandfathers, blessings. They want to give you blessings. Okay. Blessings. Do you understand? Yes. Blessings. Yes. Al. Ақ жарылқап қабілет, жарылқаудың қабілет, не тілегін әзірет, бақ берсін, Алла бәлесін сақтасын, абырай беріп, Алла аман сақтасын. Я Құдайым оңдасын, еш жамандық болмасын, Алла деген бендені әулие бірлер қолдасын. Осы тілегіміз оң болсын, шаңырақтарында той болсын, түндеріміз тыныш болсын, үйлеріңізге ырыс болсын, келіндеріміз есті болсын, ұлдарымыз сесті болсын, балдарымыз қуанша келсін, немерелеріміз жұбанша келсін, отырған орнымыз төр болсын, ырысқы несібеміз мол болсын, қатарымыз көп болсын, уайым-қайғымыз жоқ болсын. Мына сендер жастарға айналайын, талмайтын талап берсін, самғайтын қанат берсін, баянды бақыт берсін, ұзақ ғұмыр зор денсаулық берсін. Жылдан жылға осы наурыздан наурызға Алла тағала бас аман, бауыр бүтін күні ойлап жетуді Алла нәсіп етсін. Amin. Ой, рахмет.